Барлығын оқушылар, бүгінгі сабағымыз шамалардың мәндерін қосу және азайту. 54-ші сабақ. Бірінші тапсырма амалдарды орында. Яғни, бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 87-ден 27-ні азайтады. 87-ден 27-ні азайтсақ, 60 минут шығады. 60 минут. Енді тәжірибе жасайық. Бірінші. 5 сағатта бізде қанша минут бар? 5 сағатта әрбір сағатына 60 минут болғандықтан, енді 5 сағатымызда неше минут бар? 5 сағат тең ол бізде 300 минутқа тең. Енді 300 минуттан 60 минутқа азайтсақ, бізде шығады 240 минут. Екінші есеп 3 метрден азайтамыз 37 сантиметр қосылған 63 сантиметрді. Тең. Жақша ішінен 100 сантиметр шығады. 100 сантиметр ол бізде 1 метрге тең. 3 метрден 1 метрді алсақ, 1 метр, ол тең 2 метрге тең. Бұл бізде 1, 2 және енді үшіншіні шығарайық. Үшінші, 9 центнерден азайтамыз 72 килограмм қосылған 28 килограмм. Жақша ішінен 100 килограмм шығады. Ол дегенін 1 центнерге тең. Яғни 9 центнерден 1 центнерді азайтсақ, 8 центнер шығады. Төртінші есеп. 2 тәулік дегенім, 2 тәулік ол бізде 48 сағат. 48 сағат. 35 сағаттан 11 сағатты азайтсам, 24 сағат. Яғни 48 сағатқа 24 сағатты қоссақ, шығады 78 сағат. Келесі есеп 9 литрден 7 литр дасам 2 литр шығады. 50 литрден 2 литр дасам 5-ші есеп. 50 литр азайтылған 2 литр, ол 48 литр болады. 6-шы есеп 400 килограммға 8 центнер деген бізде ол 800 килограммға тең. 800 килограммнан 300 килограмм болсам 500 килограмм болады. 400 килограммға 500 килограммды қоссақ, ол тең 900 килограмм болады. Немесе оны 9 центнер деп жазсақ болады. 9 килограмм. Ол тең 9 центнер деп жазсақ болады. Келесі екінші есеп. Асханаға дейді шартын құрайық. Номері екінші есеп. Асханаға 33 литр сүт әкелінді. Сүт 33 литр. Барлығы таңертең 20 литр, түсте 10 литр сүт берілді. Барлығы 33 литр. Енді неше литр қалды соны табуымыз керек. Қалғанын табуымыз керек. Шешуі, яғни барлығынан 33-тен азайтамыз. 20 литр қосылған 10 литрді. Тең 30 литр шығады. 33-тен 30-ды азайтсақ, 3 литр асханада қалып жатыр.
Үшінші есеп. Жолаушы жолда 32 сағат болды. Номері үшінші есеп. Жолаушы жолда 32 сағат. Ол бір тәулік пойызбен және 5 сағат автобуспен жүрді. Жолда 32 сағат жүрді. Пойызбен бір тәулікті 24 сағат деп алайық. Ал автобуспен 5 сағат жүрді. Қалған уақытты ұшақпен ұшты. Жолаушы ұшақпен қанша сағат ұшты? Ұшақпен неше сағат ұшты? Шешуін табу үшін бұл жерде құрама есеп болады. Яғни бізде барлығы 32 сағат жолда жүрген. Шешуі барлығы 32 сағаттан азайтамыз. 24 қосылған 5 сағатты тең. 32 азайтылған 29. Бұнда қалды бізде 3 сағат. Жауабы жолаушы ұшақпен 3 сағат ұшты. Төртінші есеп. Төртінші есепте бір оқу жылында бастауыш сынып оқушыларына 5 апта демалыс берді. Жазғы демалыста одан 8 апта артық демалыс уақытын берген. Енді бір жылда оқушылар барлығы неше апта демалады? Барлығы неше апта демалыс? Шешуін табайық. Шешуі өзі берілген 5 апта. Оған қосамыз. Артық десе 5-ке 8-ді қосамыз. 5 қосылған 8. Тең. 5-ке қосамыз, 8-ге 5-ді қоссам, 13-ке тең. Тең. 13-ке 5-ді қоссақ, 18 шықты. 18 апта. Жауабы оқушылар бір жылда оқушылар 18 апта демалады. Келесі тапсырма. Кестелер бойынша теңдеулер құр және оны шеш. Номері 5-ші есеп. Қосылғыш қосындының мәні. Не мынандай теңдеу құрлы. X қосылған 17 тең 57 деген. Екіншісі 24 қосылған Y тең 81 деген теңдеу құрлы. X тең 57-ден 17-ні азайтамыз. X тең 40 шығады. Орнына қойсақ 40 қосылған 17 тең 57 шығады. Екінші теңдеу Y тең 81 азайту 24. Y тең 81-ден 24 асақ
Так, 11-ден 4 алсам 7 болады. Бұл жерде 7 қалды, 7-ден 2 алсам 5 болады. 57 болады мәніміз. Орнына қойып, 24 қосылған 57 тең. 7-ге 4 қосам 11 ойда, 5-ге 2 қосам 7 ойда, 8, 81. Балдарына екінші кестедегі теңдеулерді өзіміз шешеміз. Және мына 6-шы есептегі сызық ұзындығын линейкамен өзіміз өлшеп шығамыз. Және жерге неше сантиметр екенін жазып. 7-ші есеп. Бізде автобус берілген, оның шығу уақыты 13 сағат 15 минутта екен. Және ол жолда 8 сағат жүрді. Енді неше уақытта келді дейді. Номері 7-ші есеп. Яғни 13 сағатқа 15 минутқа қосамыз 8 сағатқа. 13-ке 8-ді қоссақ 21 сағат 15 минут болады. Яғни кешкі сағат 9 болады. Келесі. Жеңіл машина бір тәулік бойы жолда жүрген, бірақ қанша сағат қаншада шыққаны белгісіз. Енді ол 18 сағат 30 минутта келетін уақытына жетті. Жолда бір тәулік жүрсе, яғни ол шыққан уақыты 18 сағат 30 минут болады. Яғни бір тәулік жүрсе, тура сол уақытқа сәйкес келеді екен. Енді келесі. Үшінші, ұшақ. Ұшақ 20 сағатта жолға шыққан. Жолда 2 сағат жүрген, сонысы 22 сағатта жеткен деп айтылады. Межелі сонда 2 сағат деп жазып. 8-ші есеп, амалдарды орында. 82-ден 34-ті азайтып, одан 3 тәуліктен жақшаның ішін алып тастасақ қанша шығады? Яғни бірінші 82-ден 34-ті азайтты. 12-ден 4-ті аламыз 8 болады. 7 қалды. 7-ден 3 тұрсам 4 болды. 48 екен. 48. 3 тәулігім номері 8-ші есеп. 3 тәулік ол бізде 72 сағатқа тең. 24. Азайтам содан 48 сағат. Ол бізде бір сутка шығады екен, ол 24 сағат. Келесі 4 центнерден 300 килограмм болады. 4 центнерінде ол 400 килограмм бар. Содан 300 килограммды азайтсақ 100 килограмм болады. 8 центнерден 36-64 қоссам 100 килограмм шығады. 100 килограмм ол 1 центнер болады. 8-ден 1 десам 7 центнер болады. Соңғы есеп 3 метр азайту. Жақшаның үші 13 дециметр болады. 3 метрім болады 30 сантиметрден, 30 дециметрден 13 дециметрді азайтсам 17 дециметр болады. Келесі 9-шы есепте әріптерден сөздер құрастырылады. Бұл әртүрлі өлшем бірлікке байланысты. Мысалға, мынау литр деген сөз шығады. Мынау сағат, мынау метр, центнер, мынау қосу деген сияқты әртүрлі сөздер шығады. Соңында қазақтың байырғы уақыт өлшем бірліктері ол сүт пісірім, бие сауым, ет пісірім, сәске, түс, шаңқай түс деп айтылған байырғы заманғы өлшем бірліктері екені болды. Сонда
міне балдар, бүгінгі сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыз.